Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бұл видеоны түсірудегі басты мақсатымыз адамзатты адал жолмен жүруге, адалдыққа үйрету. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтар туралы қысқаша мәліметтер беру. Адалдық адам бойындағы таза ниет, бағалы қасиет. Адамның сана сезімі мен ар-жданына қайшы келмейтін әрекеттердің моральдық, этикалық жиынтығы. Адам бойында адалдық, ар-ждан, жан тазалығы тәрізді қасиеттер болуы тиіс. Адамның ұяты бетінде, ал адамгершілігі ниетінде. Әділдікке жығылмайтын адам жоқ. Бақыттың өзі адалдыққа, әділдікке негізделгенін ешқашан есімізден шығармауымыз керек. Ұлы Абай атамыз айтқандай, кімнің әділдігі жоқ, соның ұяты да жоқ. Әр адам өзінің еліне, жеріне, отбасына, жұмысына адал бола білу қажет. Мен қазір сіздерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптерін атап кететін боламын. 1. Барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдігі. 2. Мемлекеттік органдардың қызметін анық құқықтық регламенттеуді. Яғни, мұндай қызметтің заңдылығы мен жариялығын оған мемлекеттік және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету. 3. Мемлекеттік аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын, жеке және заңды тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешу және рәсімдерін жетілдіру. Мемлекеттің дамуына бармақ басты. Бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп басып, тура биден туған жоқ, туғанда биден иман жоқ деген. Олардың әділдік пен турашылдықты ту еткендігін ғасыр қайраткерлері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және де басқа бір қатар билер мен шешендердің өмірі дәлел болатындығын біз тарихтан жақсы білеміз.